Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді, клиенттің жүрегін жаулайтын пирог жасаймыз, маковый. Ал менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен жұмсақ сары майымызға қант ұнтаған салып, жақсылап миксерлейміз. Бөлме температурасында болуы тиіс. Үстінен сары уызымызды қосып, жақсылап миксерлейміз. Миндальный мукамызды саламыз, разрыхителімізді, магымызды және ұнымызды салып, жұмсақ қамыр елейміз. Тестамызды таразыға қойып, өткені біз теңдей болып екі бөлікке бөлеміз. Таразыға қойып өлшеп алыңыздар. Енді біз меренгасын жасаймыз. Ауызымызды жақсылап миксерлейміз. Бір бақытта миксерлеңіздер. Үстінен сақырымызды аз-аздан салып отырыңыздар. Кукурузный крахмалымызды саламыз. Миндальный слайсымызды саламыз. Және де жаңғағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Басып алмаңыздар меренгамызды. Противенге салып аламыз. Менде форма 25-30. Үстіне осы меренгамызды жақсылап осылай салып шығамыз. 30-да 20, 25-те 30. Өздеріңіздің қалауларыңызша қойсаңыздар болады. Мен осылай 25-те 30-ға жасадым. Үстінен малинаны салып шықтым. Неше түрлі жидектер болады. Мен үйде бар нәрсені салдым. Екеуі де бізде пісіп шықты. Ал енді кремімізді мен описаниеда жазып өтем. Сливки, творожный сыр, қант ұнтағы описаниеда жазып өтем. Осылай піскен неге үстіне осылай сеуіп шығасыздар. Енді екіншісін үстіне қоямыз. Абайлап қойыңыздар, өйткені сынып қалуы мүмкін. Осылай сәндеп шет жақтарына узорлар сеуіп шығасыздар. Сәнде өз қалауларыңызша өте дәмді пирогтердің бірі.